Кейде ешкім жоқ бөлмеде өзіңнен басқа біреудің жанары қадалып тұрғандай сезінесің бе? Сен жалғызсың, бірақ әлдекім сені байқап тұрғандай. Артына бұрылсаң ешкім жоқ. Бірақ дәл сол сәтте ауа тығыздалып, ішкі түйсік бірдеңе дұрыс емес екенін айтып тұрады. Бұл жай қиял емес. Ғылым мұны үшінші адамның эффектісі деп атайды. 2015 жылы Швейцариядағы нейробиологтар адам миына арнайы сигнал жіберіп, бөлмеде бөгде біреу бар деген елес сезімін қолдан жасап көрді. Еріктілердің көбісі арт жағында біреудің тұрғанын нақты сезген. Тіпті кейбірі иықтарынан ұстап тұрған қолды сезіп айқайлап жіберген. Бірақ олардың артында ешкім болмаған. Демек, біздің ми бір сәтке болсын сенсорлық сигнал бұзылса, өзі біреу бар деп елес жасап шығарады. Бұл аман қалу механизмі. Яғни біз көрумен емес, сезінумен біреудің бар жоғын анықтай аламыз. Бірақ, кейбе бұл сезім шындыққа жақын болады. Кей оқиғаларда адамдар дәл осындай түйсікпен өз өмірін сақтап қалған. Біреу артынан қарап тұрғандай сезіп қаша жөнелген. Кейін анықталған, шынымен де біреу аңдып жүрген. Солай, көрінбейтін біреуді сезу бұл қорқыныш емес. Бұл түйсік артына қарашы, біреу тұрған жоқ па